Мына екі легенданы көрдіңіздер ме ағайын? Қарасаңыздаршы. Міне. Минус 2 миллион, минус 1 миллион теңге. Екеуі де. Былай айтқанда, екеуін де минусқа беріп жатыр. Екі легендарный 570. Қараңыздар. 570 дегеннен қалай болады? 570 деген мынау. Біздің қазақтарда үлкен кісілерге мынау әкелеріңізге, ағаларыңызға өте жақсы машина негізінде 570-тер ше. Мынаны қарасаңыздаршы. 2021 модель қылып тастаған ғой мынау. 2012. Я? 2012, мынау 2015. Бірақ жасаған алдан бәрін таптады. Осындай вариантпен. Міне. Ағайын, қолдан жіберіп алмаңыздар мынаны. Мына жер жас қойған мені көрдіңіздер ма? Upgrade 2021 деп. Модель 2015, бірақ 2021 жасап тастаған. Полный ал жақтарын бәрін ауыстырған, короче. Не керек? Бұндай машиналарды, бұндай супер спорт 570S комплектациясындағы мынау қарсаңызда шағайын. Мынау ше. LX 570S бұл да супер спорт. Бұндай вариант өте қымбат варианттардың бірі ағайын. Қолдан жіберіп алмаңыздар. Құдай қаласа кешке таман полный обзор керек десеңіздер жіберіп береміз. Кім бірінші бұрын қояды, құдай қаласа соған мынаны енді алып береміз. Мынандай варианттарды қолдан жіберіп алмаңыздар. Минусына сатылып атқан осындай әдемі 570-тер құдай қаласа қолдан жіберіп алмаңыздар. Әдемі 570-тер дағайын. Минусқа кетіп жатыр. Құрбысқа минусқа кетіп қалады. Басқа біреулерге алғанша біздің қазақтар алсын минусын одан да. Сіздер үшін осындай вариант бар. Әдемі сіздер үшін түсіріп жатырмын. Құдай қаласа бүгін кім бірінші 50 мың теңге қояды, дәл сол кісіге осы вариантты түсіріп апарып береміз Қазақстанға. Міне ағайын. Готовый вариант.